Ассаламу алейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырдан дайындалатын, бір жасағаннан жақсы шығатын котлеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Жанына гарнирге пюре де жасадым. Өз қалауларыңыз бойынша гарнирін өзгертіп, ауызашарға дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға картобымызды саламыз. Картоп тез пісу үшін мен осылай кішкене үлкендеу етіп турап алдым. Үстінен суымызды құйып, қақпағын жауып, орташа отқа қоятын боламыз. Котлетті дайындауға кірісеміз. Бауырды измельчительмен немесе ет тартқыштың көмегімен ұсақтап аламыз. Менде ет тартқыш болмағандықтан измельчительді пайдаландым. Ыдысымызға саламыз. Бір дана пиязымызды да дәл бауыр сияқты өткізіп алатын боламыз. Ұсақтап турап жіберсеңіздер де болады. Бауырымыздың үстінен саламыз. Үстінен бір дана жұмыртқа, дәміне қарай тұз, бұрыш, өздеріңіз ұнатқан дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Ыдысымызды шетке алып, 50 мл айранға жарты шай қасыққа жетпейтіндей ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бізде сода мен айран бірден реакцияға түсіп көтерілетін болады. Айранымызды да жаңағы бауырымыздың үстінен қосатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Соңынан 100 грамдай ұнды қосамыз. Тағы да іртіктерін қалдырмай жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай қоймалжың масса шығу қажет. Енді табамызға май құйып, қыздырып, орташа отта котлеттерімізді пісіріп бастаймыз. Осылай ас қасықтың көмегімен салып отырып, кішкене түзулеп формасын келтіресіздер. Қызарғаннан кейін екінші бетін аударып, екі бетінен қызартып, әп-әдемі етіп қуырып алатын боламыз. Неге көріп тұрғандарыңызда екі беті де қызарып, әдемі болып пісетін болады. Барлық котлеттерімізді дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Осы аралықта біздің картопымыз да пісіп дайын болып қалады. Ыдыстың түбінде 1-2 сантиметрдей су қалдырып, артық суын төгіп тастаймыз. Езу үшін ыңғайлы болу үшін осылай ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, бұрышын сеуіп, аздап сары май қосып, арнайы құрылғымен осылай езіп алатын боламыз. Пюре бізде осындай нәзік болып шығады. Кішкене сұйықтау болғанын қаласаңыздар, аздап сүт қосып жіберсеңіздер де болады. Немесе сливке қосыңыздар. Пюре дайын болғаннан кейін миксермен аздап араластырып жіберсеңіздер, нәзіктігімен қоса үлпілдек болып шығады. Енді дайын тағамдарымызды тәрелкемізге орналастыруға кірісеміз. Менде кішкене дөңгелек форма болмағандықтан баклажканың тегіс жерін осылай кесіп алдым. Тәрелкеге қойып, үстінен пюремізді саламыз. Қасықтың көмегімен барлық жеріне тегістеп жайып аламыз. Соңынан жай ғана осылай ала қоясыздар. Сіздерде пюре өте әдемі болып шығады. Жанынан котлеттерімізді қоямыз. Және қосымша қызанақ пен қиярмен әсемдесеңіздер тіптен керемет болып шығады. Және де әдемі көріну үшін пюренің үстінен көк пияз салып жібердім. Бұл міндетті емес, жай ғана әдемілік үшін. Сонымен біздің тағамымыз толықтай дайын, оңай әрі тез дайындалатын котлеттер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.